Бүгіннен бастап Мелис практикант ретінде, ал Қадыр Дженктің адвокаты ретінде жұмыс жасай бастайды. Сөйтіп, Қадыр Мелиске мына қағаздармен таныс деп оған папкаларды әкеп береді. Екеуі бір-бірінен ыңғайсызданып, не істерлерін білмей отырады. Қадыр шығып кеткеннен кейін Мелис Азраға хабарласып, біз Қадыр екеуміз компанияда бүгіннен бастап жұмыс істейтін болдық деп қуана айтып отырады. Азра болса, Мелис, сол Қадырден бас тартшы, махаббатыңды ұмытшы дейді. Әйтпесе ағаң біліп қойып, екеулеріңе де жаман болар дейді. Бірақ сені де түсінуге болады, сен оны жақсы көресің ғой дейді. Мелис айтады, оның енді ауру екенін білгендіктен мен оны қолдап, жанында жүргім келеді. Мен одан бас тарта алмаймын дейді. Азми Дженкке келеді. Ескінің бәрін ұмытайық, бәрін жаңадан бастайық дейді. Фарида ханым мені кешірді, ол кісі маған екінші мүмкіндік берді дейді. Енді бізді барлығын ұмытып, бірге жұмыс жасап көрсек қайтеді дейді. Акцияларды Сумруға қайтарып бер деп айтқан мен дейді. Саған екінші мүмкіндік берген мен емес, Фарида ханым, менен еш нәрсе күтпе. Өйткені сен барлығын біле тұрдың және менен жасырдың дейді. Мелис Қадырге, сен неге олай жасайсың, екеумізге обал емес пе дейді. Сөйтіп Қадырдың сені ауратыныңды білемін, сол үшін мені тастап кеткеніңді де білемін. Ең болмаса сенің қасыңда досың ретінде жүріп, саған қолдау көрсетейінші дейді. Қадыр екеуміз бірге бола алмаймыз деп орнынан тұрып кетеді. Сумру Азраға бұрынғыларды ұмытып, қазір мен бастық, сен жұмысшысың, Зерин ханым алдында менімен дұрыс сөйлес дейді. Азра айтады, мен бұрынғы болған жайттарды ұмытпаймын дейді. Ал сен бұл ресторанға сене берме, басқа саған еш нәрсе берілмейді дейді. Сумру да қарап қалмай, сен де саусағыңдағы жүзікке көп сене берме дейді. Азра айтады, Сумру не, Дженк екеумізді ажырату үшін сен тағы да не ойластырып жүрсің дейді. Ойбай, мен сендерде түк шаруам жоқ дейді. Одан да жан-жағыңа дұрыстап қарасайшы. Мысалы, Зерин ханым күні бойы ресторанда не істерін білмей жүр, мүмкін саған да тиісетін шығар дейді. Мелис өткенде мені аңдып келіп, екеуміздің әңгімемізді естіпті, сөйтіп мені дертке шалдықты деп ойлап жүр дейді. Ол Дженктің қарындасы. Егер келіп сізден бір нәрсе сұрайтын болсаңыз, өтінемін, Дженк туралы еш нәрсе айтпаңыз дейді. Месут Азмиден өшін алу үшін оны бәріне жамандап жүреді. Сөйтіп Жансуға да жамандайды. Ал Жансу келіп, бізден аулақ жүр, анамды жайына қалдыр, сен келгелі бері анамыздың ортамыз бұзылып кетті дейді. Ал Сумру болса Месутқа келіп, Азми менің қоңырауларыма жауап бермей жатыр, өтінемін, сен өз телефоныңнан хабарласып көрші, жауап беретін шығар дейді. Месут енді ол екеуміз ұрсып қалдық деп айта алмайды ғой, сондықтан Сумру мені бұл істеріне араластырмашы деп кетіп қалады. Хулия Сумруға, сен бұл жерде не істеп жүрсің, кет деп айтпақшы болған кезде, Сумру, өтініш, қанша жылдық достығымыз бар ғой, мен қазір қатты қиналып жүрмін, көмектесші дейді. Хулия айтады, сен адамдарды алдап, арбап, олардың қолындағыларын тартып аласың, енді мен саған қалай көмектесем дейді. Сумру, мен ешкімнен еш нәрсе тартып алған жоқпын, Фарида ханымның өзі бер деген кезде, Хулия, сен оны да алдадың ба дейді. Ал Сумру болса, алдаған жоқпын, мен олардың жағдайын дұрыстағым келді, араларын түзулегім келді дейді. Әйтеуір Сумру өзінің 1045 өтірігінің бірін айтып, Хулияны көндіргендей болады. Сумру Хулияға қазір жалғызсырап жүргенін, ешкім бұнымен араласқысы келмейтінін, Азмимен де айырылысайын деп жатқанын айтады. Сол кезде Жансу естіп тұрып, анасына жан ашып кетеді. Анасының қолынан тартып, жүр кеттік, екеуміз әдемілеп, бұрынғыдай қызбен анасы сияқты тамақ істейміз деп алып кетеді. Дефне істеп жүрген ауруханаға Анкарадан дәрігер келеді. Оны тамаққа Фарида ханымның ресторанына шақырады. Даяшы бала абайсызда Дефненің көйлегіне тамақ төгіп алады. Азра Дефнені көріп қалады. Сөйтіп, оның көйлегіндегі майдың іздері қалдырмау үшін кальций карбонат әкеп жағып береді. Сөйтіп, оған көмектеседі. Азра Қадырды ресторанға шақырып алып, Дженк екеуің қалай тез татуласа кеттіңдер дейді. Екеулерің орталарыңда не болды? Дженк сені не үшін бірден кешіре салды дейді. Қадыр айтады, Дженкке бәрін түсіндірдім, одан кешірім сұрадым дейді. Азра Қадырды сұрақтың астына алып, мен сендерге сенбеймін, екеулерің ортасында мен білмейтін бір нәрсе болды дейді. Сол кезде Дженк келіп қалады. Қадыр, менің компанияда жұмыстарым бар деп кетеді. Дженк болса, қайтып кел, кешке барлығымыз бір жерге барамыз дейді. Ресторанда Дженк дәрігерлерді көріп, дәрігерлер бізбен бірге отыр дейді. Сөйтіп отырған кезде сырттан Зерин ханым бақылап отырып, анау қыз кім, Дженкпен жұбы жақсы жарасады екен дейді.
олардың қастарына келіп амандасады. Зерин ханым қастарында қалып қояды. Өтіріктен Дефнемен жақын танысып алу үшін басым ауырып жүреді деп Дефненің ауруханасына баратын болады. Азми Хулияға хабарласып, Сумру туралы сұраған кезде, ол Жансу екеуі үйіне кетті дейді. Оны естіп отырған Месут бірден Бурханның қасына барады. Сенің Жансуға көмегің керек, ол бұл жерден жылап шығып кетті. Bir нәрсе болған сияқты дейді. Бурхан хабарласайын дегенде, телефонмен хабарласпа, бірден қасына барсаңшы дейді. Сөйтіп Бурхан үйіне кетеді. Дженк Дефнені ресторанда аралатып жүрген кезде, олардың сыртына бақылап тұрған Зерин Серапқа айтады. Екеуі қандай жарасымды жұп болар еді я деп. Серап айтады, иә, жарасымды жұп болушы еді, егер Дженк қайдағы біреуді ертіп келмегенде деп Азраны айтады. Азра сыртта бұларды бақылап, айтқандарын естіп тұрады. Үйде Жансу мен Сумру екеуі бірге тамақтанып, бұрынғыдай қыз бен анасы болып күліп отырып тамақтанады. Бурхан келеді. Жансу, саған не болды? Сенің қалың жақсы ма дейді. Ал Жансу, я жақсы, не боп қалды дейді. Білмеймін, сен үйде жалғыз шығар деп келдім. Сені тамаққа шақырайын деп едім деп. Енді кетейін деп атқанда, әке өтініш, бізбен бірге тамақтаншы дейді. Ал Сумру да қызының көңілін қалдырмау үшін рұқсат береді. Үшеуі тамақтанады. Бурхан мен Сумру жастық шақтарын еске алып күліп отырады. Сол кезде қоңырау шалынып, Азми Сумрумен қайта табысу үшін оған гүл шоқтарын әкелген еді. Бурханның үйде отырғанын көріп, ол Бурхан мен Сумру қайта табысқан екен деп ойлап қалады. Дженк Азраны Дефне дәрігермен таныстырады. Азра біртүрлі болып сыртқа шығып кетеді. Өйткені осыған дейінгі естіген, көрген жәйттерді салыстыра отырып, Дженкке бір нәрсе болғанын іші сезген еді. Дженкке не болғанын білу үшін ол Дефне дәрігерді аңдып тұрады. Ол сыртқа шыққан кезде, маған бәрін айтып түсіндіріңіз дейді.